Сәлеметсіздер ме? Сан түрлі тағдыр арнасының тыңдармандары. Арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Баяғыда 70-тегі кемпірдің жалғыз ұлы мен келіні 7 жасар немересі бар екен. Кемпір байғұсқа келіні күн көрсетпепті. Бір күні қолынан түк келмейтін кемпірді бағып не қыламыз, бәрібір пайдасы жоқ, одан да тауға апарып тастайық дейді күйеуіне. Олар қарт ананы жәшікке салып алып үйден шығады. 7 жасар немерес «мен де барамын» деп қыңқылдап қоймаған соң, оны да ертіп алыпты. Кемпір тауға жеткенше жол бойындағы қураған бұтақтарды тере беріпті. Немересі «Әже, бұны не қыласыз?» деп сұраса, кемпір «Таудың төбесіне шығуына шығасыңдар-ау, бірақ қайта жолды таба алмай қаласыңдар ма деп қорқамын. Үйге жетулерің үшін белгі ретінде жинадым» деп жәшіктегі қураған бұтақтарды тау жолына бір-бірлеп тастап отырыпты. Келіні мен баласы таудың басына шығып, кемпір отырған жәшікті қойып қайтуға оқталады. Бала айтады: «Әжем осында қала ма?» «Қалады». «Неге?» «Кәрі кемпірдің бізге не қажеті бар? Қолынан ештеңе келмейді». Бала әжесін салып әкелген жәшікті алып кетемін дейді. «Оның саған не керегі бар?» деп сұрайды шешесі. «Әкем екеуің 70-ке келгенде әжем сияқты масыл боласыңдар ғой. Сол кезде осы жәшікке салып тауға апарып тастау үшін керек» деп жауап береді бала. Баладан осындай сөзді естіген екеуі дереу кемпірді алып үйге қайтуды ұйғарады. Сол жылы үлкен жұт болып, аштық басталады. Аштан өлгендердің арасында кемпір мен оның қаттыгез келіні бар екен. Ана дүниеге барған соң келіні бірден тозаққа жіберіледі. Шындар оны балғамен ұрып-ұрып, етін сылып, сүйегін қайнап тұрған қанға тастайды. Ал кемпір жұмаққа барыпты. Алдында әлемнің тәтті дәмдісін толтырылған 7 түрлі дастарқан жайылыпты. Айналасы мәулеген бақ. Бірде кемпір тозақта не болып жатыр екен деп төменге сығылған ғой. Қараса өзінің келіні жан дауысы шығашқанып тулап жатыр екен. Шыдай алмаған кемпір келінін құтқарғысы келеді. Ол жындардан келінін босатуды өтініпті. Жындар айтады: «Бұл өте жаман пенде. Қандай амал қолдансаңыз да, оның тіршілікте жасаған күнәлері ешқашан кешірілмейді. Бірақ жарайды, сіздің жасыңызды сыйлап, оған жұмақты бір көруге рұқсат етейік» депті. Келін жұмаққа әкелінеді. Кемпір келіннің жұмақта тауына серуендеуге шақырады. Сөйтіп екеуі тау бойырына келгенде бір бастау көреді. Келін енесіне бұрын жүгіріп келіп, бастауды тұнық суға аяғын малып жуып бастапты. Енесі: «Ел ішетін суға аяғыңды неге маласың?» десе: «Таудың суын қалай пайдалансам да өз еркім, менен кейінгілер не болса да маған бәрібір емес пе?» деп жауап беріпті келіні. Келіннің кесірлі әрекеті туралы хабар дереу жындарға жетеді. Олар кесірлі әйелдің дал-далын шығарып тозаққа сүйреп апарады. Зұлымның рухы ана дүниеде де түзелмейді дегені осы болса керек.